өзіміздің қоғамда да жаңағыдай кездесіп қалатын кейбір адамдар мысалы күмәнді болып жүруі мүмкін бұл мәселеде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көріпкелдердің жұмысының қалай болатындығын баяндайды. Содан сахабалар сұрайды: "Я Аллахтың елшісі, бұл каххан жаңағы көріпкелмін, сәуегеймін деген кісілер туралы не айтасыз?" дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады: "Иннахум лайсу фи шайин." Олар түкке татымайды дейді. Кіріспе сөзінің басында. Олар түкке татымайды дейді. Сосын ол адамдар айтады: "Кейде олар бізге бір нәрселерді айтады, сол айтқан нәрселері хақ болып қалады" дейді. Мұны қалай түсіндіресіз деп жатыр ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Аллах тағала қандай да бір істі шешкен кезде Жибрилге хабарлайды дейді сол істі. Сөйтіп, ең биік аспандағы періштелердің барлығы Алланы дәріптейді дейді. Ол дәріптелген кезде келесі аспан дәріптейді дейді. Осылайша төменгі аспанға дейін. Төменгі аспанда дейін жаңағы періштелер түседі. Періштелерге дейін кейін Раббымыз қандай нәрсені шешті деп айтады дейді. Содан Раббымыз осындай нәрсені шешіпті дейді. Алла Тағаланың шешімі әрбір жерде, әрбір елге, әрбір ауылдағы әрбір кісіге қатысты шешімдер шығарылып жатады. Сол нәрселерді періштелер хабар береді да ең төменгі дүние аспандағы періштелерге жетеді бұл хабар. Сосын олар Алла Тағаланың қалауымен дүние аспандағы періштелер бір-бірімен сөйлесіп тұрады дейді, осы нәрсе жайлы. Сол кезде жаңағы шайтандар, жындар көтеріліп, жаңағы ақпаратты ұрлауға тырысады дейді. Мүмкін бұйырып қалар деп, бірінің үстіне жаңағы көтеріліп. Бұл енді Алла Тағаланың жаңағы жол бергеніне байланысты. Алла Тағала жол бермесе ешкім нәрсеге жете алмайды. Бірақ Алланың даналығы солай қамтыды. Оларға сондай бүйтіп көтеріліп, дүние аспаннан жаңағындай періштелерден ести алатындай бір мүмкіндіктер берді. Сөйтіп олар сол хабарды естиді дейді. Фаин ахбаруху аля вачхихи фахуа хаққун дейді. Егер де сол періштелерден естіген сөзді ғана жетсе, сол хақ дейді. Періштелердің аузынан жаңағындай естіп, содан қабылдаған хабар хақ хабар дейді. Валакиннахум юхаррифунаху. Алайда олар ол хабарды өзгертуге тырысады. Ау язидуна алейхи. Тағы да 99 өтірікті қосады дейді оның ішіне. Сумма янзилуна иля аулияихим. Сосын өздерінің достары болған көріпкелге түседі дейді. Көріпкел не болатқанын білмейді, ол Алладан хабар келіп жатыр деп ойлайды. Сондай нәрселер қоғамдағы. Сосын жаңағы нәрсені сөйлейді. Сол сөйлеген кездегі ішіндегі жаңағы періштелерден естіген нәрсесі хақ. Сол кейде сендерде болып қалатын нәрсесі сол себепті деп пайғамбар түсіндіріп кетіп жатыр да. Ал енді оларға барсақ бола ма, Аллахтың елшісі? Мән ата аррафан. Кімде-кім көріпкелге барса, фасаалаху ан шайин. Сөйтіп ол көріпкелден бір нәрсе жайында сұраса. Кез келген, менің сиырым жоғалып кетті, менің осындай не болып қалды, осындай бірдеңке деп барып сұраса. Лән туқбала лаху салатуху арбағина яуман. 40 күн бойы намазы қабыл етілмейді дейді. Намаз парыздан түсті деп саналады, сауап жазылмайды дейді. 40 күндік сауап жазылмайды мүлде. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Мән ата аррафан ау кахинан." Кімде-кім сәуегейге немесе көріпкелге баратын болса, сосын юсаддиқуху ма яқулу. Оның сөйлеп атқан нәрсесін растайтын болса, рас айтады деп. Фақада кафара бима унзила аля Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам дейді. Олай болса, ол Мұхаммедке түсірілген Құранға мойындамаушылық жасады дейді. Құранды мойындамады дейді ол. Ол әлі де жүрегі Аллаға қарай піспеген, ғайыпты тек қана Алла біледі деген қағидаға келісе алмай жүрген, әр нәрседен бір жол іздеп жүрген бір адам деп түсіндіріп жатыр да пайғамбарымыз.